İslamдағы ең жақсы амал не деген кезінде қараңызшы. Не дейді? Бұл жақта су шықпайды, колонка шықпайды. Білесіздер ғой, сахабалардың уақытында адамдар суды очередпен алатын еді, бір құдық мүшриктердікі болатын. Қалаған кезінде мұсылмандарға суды да бермей қоятын. Сол құдықты Осман радиаллаху анху мүшриктен сатып алмай ма? Сөйтіп мұсылмандарға сыйлай жібереді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: енді Осман қандай күнә істесе де жазылмайды деген. Анау құдықтың көрдіңіз бе қымбат екенін қан. Дәл бүгін бізге біреуше енді саған күнә жазылмайды десе бар ғой, осы момент пайдаланып сразу тарнадан бір танау ночной клубтан бір ақ жайылып қойды. Бәрі жәннаттасың, не аласың, жайының қинап дәрет алып түн жарып отыр. Бірақ олар білген, Осман радиаллаху анхудың бұл сөзге алданбайтынын, берілмейтінін білген ғой олар. Мысалы қараңызшы, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Хузайфа ибн Яман радиаллаху анхуға мұнафиқтардың сипатын беріп кеткенде, Омарға сен тірі күніңде жәннатқа кіресің деген. Бірақ Омар радиаллаху анху Хузайфа ибн Яманға келіпше, анау мұнафиқтардың ішінде тізімде мен жоқ па деп сұрайды ғой. Не деген қорқыныш деймін да. Бізге ешкім хабар берген жоқ, уверен жүрміз ғой. Құдай сақтасын, шілеймес шығар енді. Сонда жаңағы кісі келіп айтады: Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, исламдағы ең жақсы амал не деген кезде не дейді? Сен ауылыңа бар дейді. Ол ауылда бір құдық болған. Сол құдықтан адамдар таласады екен. Тәкаппарлықтары соншалықты. Мына еркектер келген кезінде ше, құдыққа таласқан кезде төбелесіп қалады екен. Біреу келіп құдықтан су алар ғой, екіншісі келгенше сол жерде жатқан тезектерді анаң ішіне тастап кетеді екен ғой. Енді қызын тірідей көмген адамдардан басқа не күтесің? Надандық болғанда сондай. Біздің елде осыны естісе, кейбір адамдар айтады: не деген жаман адам болған бұлар деп ше. Ол ешнәрсе емес. Біздің елде кейбір арақ ішіп отқан адамдар одан да жаман. Хайуан ішпейтін арақты ішіп отқан адамдар одан да жаман ғой. Ана құдыққа тезекті тастай берші, ол кетеді ол. Ол тазарады. Ал сенің ішкен арағың ше 40 күндік құлшылығыңды құртады. Ал сол ішіп отырып өлсең дінсіз кетесің ғой. Арақ ішіп отырып сол моментте, мезетте қайтыс болған адам имансыз кетеді, біліп алыңыздар. Сонда қараңыз, айтады: сен сол құдықтан су аласың ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр: су аласың ғой. Сол кезде шелек ұстап тұрасың, жаныңнан басқа бір жігіт келеді дейді. Сен суды өзің ішпе, бірінші соған бер дейді. Бұл оларда қандай нәрсе, қандай амал бұл? Бұл ең төмен амал да оларда. Өзінің еңбектеніп алған суын, таласып алып жүрген суын біреуге беру бар ғой, ол біздің тілмен қазақша айтқан кезде западло деген сөз ғой. Орысша қалай айтады осы? Солай ма? Бізде қазақша сөз. Үйреніп қалғанбыз ғой. Уже деп үйреніп қалғанбыз ғой. Анау ауылына барады, су алады ғой, су алады. Әлбетте оның нәпсісі ойнап тұр. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой, бұл ең жақсы амал деп. Суды алады да жанындағы адамға береді. Сөйтіп аналар таң қалады. Сен шынымен беріп жатсың ба? Беріп жатыр. Бұны қаяқтан үйрендің? Сонда айтады: исламдағы ең жақсы амал осы екен. Ислам осыған бұйырады екен. Сол ауыл бар ғой, сол ауыл. Бәрі исламды қабылдайды. Бүкіл исламды қабылдайды. Енді қараңызшы. Алан адам келіп, исламдағы ең жақсы амал не десе, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған намаз оқы деп намазды үйретіп жібере салғанда ше, анау барар еді, намазхан болар еді. Бірақ қазіргі тура біздің намазхандар сияқты болар еді да. Намаз оқып алады, бірақ колонканың басына барған кезде мен тұрғанда дұрыс па? Қазіргі біздің небір жігіттер жүр ғой, мешіттің ішінде тақуа болады, көшеде бандит болады, магазинде сатушы болады. Хамелеон ғой, хамелеон. Қай жерге барса сол образға кіріп кете беретін хамелеондар бар ғой, тура сондай ғой. Ана бала барар еді да, намазхан болып, сосын ана ауыл бар не дейтін еді, мынау вахабис болып кетті ғой, мынау басқа дінге кіріп кетті деп айтар еді да. Ал мынау басқа елдерге, сахабалар барған кезінде кейбір елдерге ислам саудамен барған. Саудамен барған. Мұсылмандар барады, сауда қылады. Bir adam dur, mınanday zatlar satып atır.
Біреу келіп, мына затыңды алайын деген кезде не дейді? Мен сатпаймын дейді. Неге десе, бүгін 3, 4, 5 саттым мен. Аллаға шүкір, Алла Тағала маған рызық берді. Менің көршім әлі біреуінде сатқан жоқ. Содан алшы дейді. Бұны кім үйретті сендерге дегенде? Ислам осыған бұйырады. Өзіңе жақсы, жәннатқа кірмейсіңдер иман келтірмейінше. Иман келтірген болмайсыңдар. Өзіңе жақсы көргенді өзгеге жақсы көрмейінше. Біз не істейміз? Мен сатушымын. Мынандай шүлекті сатып тұрмын. Біреу келеді айтады, 10-ын алам дейді. 10-ын алам дейді. Менде 5-ақ бар. Менде 5 бар дейсің ғой, анам айтады. Онда 5-ін бере сал, 5-ін анадан ала салам се. Оныңқы өткенде возврат болған. Одан бірақ көріп шығады. Сен сәл шыда, мен қазір складтан әкеп берем дейді да. Артынан шығады да, анау жамандап атқан ғой, соған барады да 5-ін береді. Ертең әкеп бере салам деп, сол өз жамандап атқан адамнан әкеледі да, оның қосып. Өтік емес қой сондай. Осылай ислам кейбір елдерге саудамен барған. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қанша адамды иманға келтірген болса, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды көріп қанша адам иманға келген болса, бәрін уағыз насихатпен келтірмеген оны. Көркем мінезділігімен. Көкелер, мына жаққа кірсеңіздер болады. Жалпы айтқымыз келіп жатқан апайлар, 50 жыл, 60 жыл, 40 жыл өмір сүрдік қой. Мына ислам деген нәрсеше, өзіңді төмен ұста дейді. Тәкаппарланба. Алла Тағала тәкаппарларды жек көреді. Өзіңді ешкімнен артық ұстама. Өзімізді адамдардан төмен ұстауға үйренейік. Біліп алыңыздар. Кім өзін төмен ұстаған сайын Алла оның дәрежесін көтереді. Кім өзін тәкаппарланып көтерген сайын Алла оның дәрежесін түсіреді. Керісінше жүреді өзі. Кеше біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның анасы қайтыс болғаннан кейін тоқтатқан болатынбыз. Содан оны әкесі, атасы Абдул-Мутталиб қолына алып. Қарашы, Алла Тағала не істеп жатыр? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды ешкімге бауыр бастырмай жатыр. Бала кішкентай күнінде біреуге бауыр басады ғой, дұрыс па? Сөйтіп соның махаббатымен өсу керек. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ешкімге бауыр басып үлгермеген. 4 жасына дейін Халима анамыздың қолында болған болса, 6 жасқа шейін анасының қолында. Одан кейін анасы дүниеден өтіп кетті да, 8 жасқа шейін Абдул-Мутталибтің қолында болды. Оған енді бауыр басып келатқан кезінде Алла Тағала Абдул-Мутталибті де алып кетті да, оны Абу Талибке қалдырып кетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 8 жасар, 9-10 жасар кезінде Абу Талиб негізі кедей болмаған, бірақ жомарт адам болған. Мына қажылыққа Меккенің жанына қажылыққа келген адамдардың құмғандағы дәрет суын, ішетін суын, бүкіл өзінің дүниесін сол қажыларға жұмсайтын адам болған. Бірақ өзі содан өзіне дым қалмайды ғой. Балдарын баға алмайтындай жағдайға жетіп, балдарын әркім үйіне беріп көмектесетін, бағып беретіндей жағдайда. Жағдай төмен еді. Соның өзіне пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қолына алды ғой, сол кезде қараңыз, 10 жасар бала бар қой бағып, ақша тауып келіп, мына отбасына көмектесетін. Осы үйде жүрмін ғой, мен де қамқор болайын, қарасайын деп көмектесетін. Сөйтіп 12 жасында біз кеше айтқанбыз, жол жөнекей біз пайғамбарлықтың сипаттарын айта береміз. 63 жас емес пайғамбар жасы. 12 жасында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талибпен Шам қаласына сапарға шығады. Сол кезде Бусра деген жерге келгенде Бахира деген кісі келіп айтады. Сендерде төбелерінде бір бұлт жүрді. Әрдайым пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жеке өзінің төбесінде бұлт жүретін болған. Төбелерінде бұлт жүрді. Және сендер келе жатқан кезде тастар, талдар сендерге қарай иілді дейді. Иіліп тұрған дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтады. Мына Меккеде бір тас бар. Маған әрдайым ассаламу алейка деп сәлем беретін. Мен ол тасты жатқа білемін. Келіп, арқасындағы мөрін көргеннен кейін Бахира айтады, бұл баланы Шам өлкесінде күтіп отқандар бар, қайтар дейді. Сөйтіп оны қайтарады дейді. Бірақ кейбір ғалымдар осы оқиғаны болмаған болуы мүмкін дейді. Неге десе, өйткені
пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам артқа қайтар деген кезде біріншіден оны Абу Бәкірге қосып жіберді дейді. Ал Абу Бәкір радиаллаху анху ол кезде 9 жасар бала. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 12 жастағы баланы бүйтіп жүр деп ертіп баратын бала емес ол. Ол өзінен де кішкентай еді. Біріншісі, екіншісі дейді, Абу Талибпен көп адам бара жатқан. Олар мына баланың арқасындағы мөрін көріп тұрса, оның пайғамбар екенін көріп тұрса, уже олар пайғамбар келгенін түсінер еді ғой дейді да. Осы оқиғаны болмаған болу керек деп айтады. Осындай талас бар. Бірақ бар болғаннан кейін біз негізгі тарихында жазылғаннан кейін айтып кете береміз. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қой бағып, бүкіл пайғамбарлар қой баққан. Неге десе, бұл қой бағу адамды сабырлыққа үйретеді екен ғой. Қазір мына кісілерге қой бақтыңыз. Сәл біреу былай шықсыншы. Ұйықтатады ғой. Үлкен сабырлық керек. Үлкен сабырлық ғана. Ешкілер әсіресе дұрыс па? Сумаң ешкілер шығады ғой, иә? Бұлар қойға шыққанда уже дөу шоқпар алып шығады, ұйықтатуға дайын алып шығады. Өтірген дұрыс қой. Бұған үлкен сабырлық керек. Қой бағуға ше. Сөйтіп, адамдар бұны адал екенін біледі. Мұхаммед әмин болған, саллаллаху алейхи ва саллям. Сөйтіп, Хадиша анамыз бұның адалдығын біліп жүр ғой бәрі. Хадиша анамыз үлкен саудагер адам болған. Сол келеді да Майсара деген жұмысшысы болған. Сол арқылы менімен жұмыс істейсің деп оған бизнес план дейма? Не деп айтады предложение? Партнер деп айтады ма қазақша? Ұсыныс деп айтады қазақша. Ұсыныс тастайды. Сөйтіп пайғамбар салам келіседі да бірінші сапарына Шам өлкесіне барады. Сонда жолда кетіп бара жатқан кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір талдың астына барып отырып көлеңкелеп дем алады. Сонда бір қойшы болып жүрген адам жүгіріп келіп жаңағы Майсара деген бұл кімнің? Хадиша анамыздың қызметшісі. Сол бірге шыққан болатын. Содан келіп сұрайды, анау кім анау дейді. Анау кім анау отырған адам? Ол Мұхаммед деген біздің көшбасшымыз деген кезде айтады. Ол талдың астында тек бұрынғы өткен пайғамбарлар отырған. Ол талдың астына жай адамдар кіре алмайтын еді ғой дейді. Бұл 25 жасында. Бұл да не еді? Бұл пайғамбарлықтың бір сипатынан болған болатын. Содан кейінгісі барып келгеннен кейін сол жаңағы қызметші әйел Хадиша анамызға жолда көрген кереметтерінің бәрін айтып береді. Осы табыс, осы сапардағы табыс Хадиша анамыз оған дейін көрмеген. Сөйтіп келіп, оказывается, қыздар да балдарға негіз предложение істей алады екен ғой. Біз де енді ойлаймыз ғой, тек біз айтамыз деп ше. Негіз оларға да айтуға рұқсат екен ғой. Хадиша анамыз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға айттырады, мен аларым екен деп. Сөйтіп келісім жасасады да, бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям махрын беріп, 20 түйе беріп алады. Жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның 7 ұрпағы болған. 4 қыз, 3 бала. Дұрыс па? Дұрыс па? 4 қыз, 3 бала ма? 3 бала, 4 қыз ба? 4 қыз, 3 бала ма? 3 бала, 4 қыз емес. 4 қыз, 3 бала, дұрыс па? Екеуі де бір дей ма? Мен шатасам кебе. 4 қыз, 3 бала. 6-ауы, 2 бала, 4 қызы осы Хадиша анамыздан болған. Біреуі Мария Ал-Қыбытия деген өзге әйелден болған. Бұл кім? Ибрахим. Осы жайлы бір видео жүр. Енді өтірік екен біліп тұрсаң да жылайсың ше. Ана музыкасы бар ғой. Деген музыканы артынан қойып қояды, жылатады анау ше. Не дейді? Ибрахим 6 жасқа кепті дейді. Сөйтіп Жебрейіл әмин кепті да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға. Менің артында кім тұрған көріп білесің ба? Әзірейіл тұр. Ол Ибрахимнің жанын алуға келді деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жылапты. Біліп алыңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям еш уақытта тағдырға қарсы жылаған адам емес ол. Ол өзінің менің әлсіздігімнен деп жылағаны бар. Бірақ тағдырға қарсы жылаған адам емес ол. Осы оқиғаларда біздің ақидамызға тура келмейтін нәрселер бар. Өзі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тарихында негізгі қосмалары бар. Кейбір қосылған нәрселер бар. Осы біреуі. Оның ешқандай баласы Ибрахим ол 6 жас емес, 7-8 айлығында қайтыс болған.
Балдарын бәрі кішкентай кезінде кете берген. Бірақ осы Ибрахим қайтыс болған кезінде бір оқиға болады. Күн мен ай не дейді? Тұтылады дей ма? Тұтылады. Сонда адамдар айтады, Ибрахим өліп еді, күн тұтылды дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осыны естіген кезде шығып айтады, біреу туылғаны үшін, біреу өлгені үшін ауа райы өзгермейді дейді. Ауа райы өзгермеген, күн тұтылмайды. Бұл күн мен түннің ауысуы, бұл күннің тұтылуы, бұл Алла тағаланың белгілерінен ешқандай адамның оған себебі жоқ. Әсер ете алмайды адамдар оған. Басқа жоқ анау. Барып қоштасып кепті, үйтіп кепті, бүйтіп кепті деген оның бәрі жоқ нәрсе. Соның біреуі Айюб алейхиссалам құрттап ауыртты дейді ғой. Бұл жағын ғасырлар бар ғой. Қандай сөздер шығарады да. Пайғамбарлар құрттамайды. Не дейді? Сасып кетті дейді. Ана адамдар қасына жолай алмайтын болыпты дейді. Пайғамбарлардан мисіктің иш шығады, білесіздер ме? Пайғамбарлардан жағымсыз иш шықпайды. Пайғамбарларға құрт тимейді. Пайғамбарлардың денесін жерде жей алмайды. Пайғамбарлар еш уақытта адамға жұғатын жаман аурумен ауырмайды. Айюб алейхиссаламның ауырғаны рас, бірақ ол ана біздер айтып жүргенде құрттап емес. Ол не дейді тағы да? Ақымақтық болған ғой. Не дейді? Жерге құрт түссе дейді. Бұл емделудің орнына ол қайттан алып сен несімен мен де қойдып қып қойды екендер. Өлтіреді ғой бұл ше. Сөйтіп айтқан жерлер бар ғой. Қырт өлтіріп бұнда. Ондай жоқ ондай. Айюб алейхиссалам ауырған денсаулығына байланысты. Бірақ одан сасық иш шықпаған. Одан ондай құрттап адамдар безетіндей жұғынды ауру болмаған. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Хадиша анамыздан 4 қыз 2 баласы бар. Зейнеп, Умму Күлсім, Руқайя, Фатима, Қасым, Абдулла. Ал Ибрахим, Мария Әл-Қыбытия деген әйелден. Ешқандай бала шағасы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзінен кейінге қалмаған Фатима анамыздан басқасы. Бәрі алдында дүниеден өткен. 2 қызын, тарих болғаны айтып кете берейік, білеміз. Мынау Абу Лахаб деген ешақтың 2 баласы, Утба, Утайба деген балдары пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның 2 қызын алған болады. Кейін пайғамбарлық келгеннен кейін қарсай өздеріне надандықтары ғой енді. 2 қызын апардыдар, талақ беріп, қыздарың өзіңе деп талақ беріп тастап кетті. Бұл ана Абу Лахаб хайуанның істеп отқан тірлігі ғой, балдарына айтып ше. Сөйтіп сол қыздарына апарып тастап кеткен кезінде сол Абу Лахабтың бір баласы жаңа Утайбасы, шатаспасам. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бетіне түкіріп жібереді. Бірақ ол түкіріп жетпейді де, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Я Алла, мынаны өзің бір иттеріңе қаптыршы мынаны" дейді. Бұл хайуандар ше тағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұғасы қайтарылмайтынын білген ғой олар. Өйткені, білген олар. Өйткені 35 жасында пайғамбарлық келмей тұрып, 35 жаста мына Кағбаны бұзып жөндеген. Негізгі Кағба 2 бұрышты. Мына домалақ бар ғой, Хаджар Исмаил деген, мынандай домалақ. Ол негізі кәдімгі Кағбамен бірге бүтін болған. Кейін 35 жасында келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сонда Кағбаны су келіп, ана құлауға шақ қалып тұрған кезінде қайтадан бұзып соқпақшы болады да, адамдар қорқады, өйткені содан алдында ғана Кағбаны бұзуға келген Абраханың оқиғасы не болып еді? Олар қорқатын Кағбаға тиісуге. Сонда Валид ибн Муғира деген кәпір, Халид ибн Валид радиаллаху анхудың әкесі болған өкінішке орай. Сол тұрады айтады: "Ай, біз Мекке бұл Кағбаны бұзу үшін бұзып жатқан жоқпыз, жөндеу үшін бұзып жатырмыз қой" дейді да. Сөйтеді да бұзады. Адамдар қарап тұр, қай жақтан шымшық келіп қалады дегендер. Өйткені алдында Абраханың қауымына не келген еді? Абабил құстары келген еді ғой. Адамдар қарап тұр, қай жақтан құс келер екендер. Еш жақтан құс келмегеннен кейін бәрі кіріседі да, қайта соға кіріседі. Сол адал ақшаларымен қазіргі 4 бұрышты ғана соққан. Және есік басын жыртырап не істеп жүрсің? Есік төмен тұғын. Есік көтерілген. Және қазіргі мақам Ибрахим негізі Кағбаның түбінде тұратын. Біз оның оқиғасын айттық. Ол тастың оқиғасын айттық. Өзіміздің осы сапарымызда. Ол есіктің Кағбаның түбінде тұратын, адамдар шалынып құлағандықтан, оны Омар радиаллаху анху кейін бері қарай
жылжытқан. Содан қараңыз, сол кезде не деп еді? 35 жасында. Ана тасты қоятын кезде, мына біздің кейбіреулеріміздегі бар надандық сол кезде болған. Мына руға бөліну, жүзге бөліну, бұл надандықтан. Бөліну емес, бөлініп тұрып қой біз. Мен ұлы жүз бен ана орта жүз, кіші жүз бір-бірімізді білу үшін, алыс беру үшін. Бірақ кімде-кім менің руым секілден абзалдау, біздіңкілер үйткен деп жыртып отырсын ба, бұл надандар болады. Өзім біреуден артық санап отқан адам, бұл надандық болады. Ешкімнен артық жер жоқ. 300 бар бізде. 300. Үшеуінің де өзінің ой балар орындары бар. Кіші жүздерден батырлар шыққан. Орта жүзден шешендер шыққан. Ұлы жүзден біздер қойшылар шыққан десеңіз. Бірақ ұлы жүзден Төле би шыққан. Төле би атамыз. Айтеке би мен Қазбек биге ақылын айтып отыратын Төле би болған негізі. Бірақ ол жас үлкен болғанда кейін кіші жүздер шығып алып, сендер кімсіңдер біздің атамызға ақыл айтады деп жүрмеңдер. Негізі сол кезде болған нәрсе ол. Олардың ешқайсысы бірін-біріне кем емес. Сол кезде бұлар айтады, ал ана тас бар ғой, жәннаттың тасы. Енді кім қояды деген кезде рулардың ішінде талас басталады ғой. Мен қоям, біз қоямыз, біз лайықпыз деп ше. Сонда олардың соңғы сөзі мынандай болады. Есіктен кім кіреді, сол айтсын кім қоятын. Деген кезде кім кірді дейді олар? Мұхаммед Амин. Олар сөйтіп айтады. Сенімді Мұхаммед деп айтады. Келген болатын. Сөйтеді да, бағанағы Абу Лахабтың баласы бар ғой. Енді осы сөзді естіді ғой. Алла мынаны өзіңнің итіңе қаптыршы деген сөзді естіді ғой. Енді үйінен шықпай қойды ғой. Өйткені ол біледі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дұғасы қабыл болатынын. Үйінен шықпай отырып алады. Сонымен бір күні ана бала молда болады ғой. Молда болады. Сөйтеді, маған конкурент болай деп тұр ғой. Итак, қазір ақындар бар ғой. Ақындар, тамадалар маған конкурент болды олар. Бисмилла деп бастайды кәдімгі тойларда ше. Хадистермен таза конкурент болды. Анау Ғалымжан деген бар ғой Шаншарда. Досым ғой. Кейін әулие болып кетті ғой. Басында бір күні біз оны ана елде айтып дінге қызмет қылып жүріп, қасымызға ертіп алдық та бір күні. Ерді Нұржанов бар, мынандай патсандар бар енді. Анау Шымкентте шаян, баян бәрін айналып жүрміз ғой. Концерт қойып жатыр. Концерт емес андай. Халықты жинап, уағыз бір нәрсе. Сол кезде ана Ғалымжан тамада қойғанбыз ғой жүргізуші. Сол кезде қызық сөз айтқан. Бүйтеді. Уже ана молдалардың қасында жүріп оны ауру жұққан қойғанда. Халайық дейді ғой абай. Кімде кім Алладан кешірім сұраса, Алла кешіруге тырысам деп айтқан дейді. Кімде кім негізі Алладан кешірім сұраса, Алла тырыса ма? Алла кешіреді. О тырысатын кім? Жанында бір ақылдасатын біреуі бар адам тырысады. Ол айтады ғой, Алла тағала тырысам деп айтқан деп жібер жеген ғой. Кейін қараса уже аяттармен жіберіп отырған. Бұлар конкурент бар. Содан жаңағы бала не дейді? Үйінен шықпай қояды ғой. Сөйтіп Абу Лахаб бір күні Шам өлкесіне сапарға бір керуен шығады ғой. Ана баланы алады да, солармен Шамға кетші деп қосып жібереді. Айдалада келе жатып түнеген кезінде бір арыстанның дауысы шықты. Не арыстан, не жолбарыс. Бірақ сонда ірі жануардың дауыс шықты дейді, жыртқыштың. Сонда жаңағы Абу Лахабтың баласы айтады, Мұхаммедтің айтқан иті келді ғой дейді. Ол біледі ол. Сол түнде жатқан кезінде, азанда тұрған кезінде бір белгісіз нәрсе, не екен белгісіз, жаңағы сол именно жаңағы Абу Лахабтың баласының басын шайнап тастаған екен. Басқа ешкімге тимеген. Соны өлтіріп кетеді. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның екі қызын, біреуін Осман радиаллаху анху алады. Ол қайтыс болғаннан кейін екіншісін береді. Ол да қайтыс болады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ей Осман, менің үшінші қызым болса саған берер едім." Оны да берер едім деген. Неге десе, Осман радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху сахабалармен отырады. Абу Бакр радиаллаху анху келіп есікті тақылдатады. Кім деген кезде мен Абу Бакрмын дейді радиаллаху анху. Кір дейді.
Omar radıyallahu anh kir deydi. Kim? Osmanmın deyin кезде Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tura tur deydi. Turadi. Üstün retleydi. Kadimgi durustab oturadi da endi kir deydi. Sonda Abu Bakr radıyallahu anh, Omar radıyallahu anh aytadi. Ya Allah'ın elçisi, biz kirgende onday jasamaysiz qo'y degende Osman'dan perişteler de uyaladi deydi. Odan perişteler de uyaladi degan. Sonday adam bo'lgan. Osman Affan, İbn Affan. Sol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Hadişe anamızdan 6 perzenti var. Tek kana Fatima anamız gana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin dünyadan ötken. Yani buna ayel adamlarına bargandan keyin endi bir ömrümüzde özgürtük. Biroq ömrümüzde TikTok'ta o'tirib o'lib ketsa da o'zgarmaydi ömür. Wa'z tındaudan ömür o'zgarmaydi jigitlar. Wa'z tındagan adam taqvo bo'lmaydi. Adamды taqvolikqa jetkizетін bilim, adamды o'zgartетін bilim. Бұл wa'z degan apaylar, бұл jay motivatsiya. Suрақ. Men басталған кезде bir hadis aytqam, kim biladi? Ne o ko'z baqiradi. O'zimda menda. Buni ne үшін aytib жатырмын? Biz wa'zni кейбір кезде не үшін тыңдайсың десе, амал ету үшін дейді. Неге амал етесің, өзі ұмытып қалдың ғой. Ha? Иә. Бірақ соны ұмытып қалған ол, қатсандар ұмытып қалдың. Енді неге амал етесің? Енді шығасың қазір, не оға? Не айтты? Мә, страшно айтты. Не айтты? Есімде жоқ. Бірақ страшно айтты. Өзгермейсің, болды. Ал білім өзгертеді адамды. Ал білім алу үшін не істеу керек? Міне көкеме Алла разы болсын, жігіттер, ең болмағанда уағызға келген кезде қалам дәптер алып кел. Имам Шафи сияқты памятің жоқ қой. Қалам дәптер алып кел, жаз есіткеніңді. Бүкілін жазу мүмкін емес. Ішіндегі хадистерді жаз. Ең өзіңе ұнаған қымбат жерін жазып қой, не болады? Мынау дәптер сенде бар кезде ол сенде жоғалмайды. Міне білім. Ертең ашасың, есіңде тұрады. Жазу білім береді. Білімді арттырады. Ал білім адамы тақуалыққа өзгертетін нәрсе сол. Ал құр уағыз, бұл мынау сухой уағыз бар ғой, бұл тек қана мотивация. Бірақ өзгертпейді адам. Ұзаққа бармаймыз. Ал сол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 40 жасында, 37 жасынан бастап не істеді? Білім түс көре бастады. Түсі бүгін түнде көрген түсі ертең өңінде болатын. Біз түсті қалай көреміз? Бүгін нені армандайсың? Көбінше соны біз түсімізде өткенді көреміз. Ал пайғамбарлар болашақты көретін болған. Енді ана кейбір кісілер түс көріп, ертесіне маған қасиет қонды, көтертем, түсіртем деп жүргендер бар ғой, саған қасірет қонған. Бұларға жын тиген, бұлар адам, мына тәуіп пәлеветерлер болған, шайтан ұсаған. Бұлардың бәрі жын тиген бәлілер бұның бар. Ақша алатын адамдар. Қазіргі андай сондай жерлер бар ғой. Анандай жерлер, түсініп тұрсыра қандай жерлер екен, адамдарды аралататын жерлер. Оның бәрі таза бизнес. Не олармен таза барып қырылысқан ғой. Білем ол жерлердің қандай екенше. Таза бизнес. Ақырында айтады, сен араласпа тірлікке дейді. Ақтырына, көктіріне, ақшалдың бұл ақтырма дейді. Түканың өзі айтып тұр ғой, дейді. Не ол аталарың келді ма десек, кеше ішкенім ежі болып отыр. Енді қараңызшы, Пайғамбар салам түс көретін болған, ертесіне өңінде болатын болған. Сөйтіп қазіргі ертеңіміз экскурсияға шыққан кезде бүкіл тарихты айтамыз осы жердің. Нұр тауында Хира үңгірі бар. Мына жерден 4 километр алыста, биіктігін ертең барғанда көресіздер. Сол төбеге шығатын болған. Не үшін ол төбеге шығатын болған? Ол төбе биік қоя, Хира үңгіріне барсаңыздар көресіздер. Бүкіл Мекке көрінеді. Сол төбеге шығып, анау кісі бар ғой, мынау қауымды мынандай надандықтан құтқаратын жол келер ме екен деп сол жерге келіп уайымдайды екен ғой Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кейбір күндер түнеп қалып кеткен кезінде Хадиша анамыз тамақ апаратын болған ғой. Біздіңкілер звондайды, кеп жеп кете керек. Апаратын болған ғой. Ана тауды ертең барғанда көресіздер. Еркектердің өзі шығу оңай емес, ше. И то қазір лестница істеп тастаған ғой. Хадиша анамыз білесіздер ма? Жәннатқа сұралмай кіретін 4 әйелдің біреуі. Біреуі Ферғауынның әйелі Асия анамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Фатима анамыз. Пайғамбар саллаллаху қызы Фатима анамыз. Хадиша анамыз.
және Айса алейхиссаламның анасы Мариям анамыз. Бұл төртеуі жәннатқа сұралмай кіретін адамдар. Және пайғамбар саллаллаху алейхи қызы Фатимаға айтады: "Ей Фатима, сен жәннатта бүкіл жәннаттың әйелдері бар ғой, жәннаттық әйелдердің патшайымы боласың" дейді. Фатима анамыз айтады: "Осы жердегі бір әйелге осы гостиницадағы әйелдердің патшайымы боласың" дейді, шалқасынан түседі ғой. Шай әкелдім дейді. Кім екенін білесіңдер ме? WhatsApp'тан анау жарқындан гид шақырыңдар маған. Бөлмеуге келіп кетсін маған. Бүкіл жәннаттық әйелдердің патшайымы боласың деген. Бірақ Фатима анамыз өз-өзін жоғалтпаған ғой. Сіздерге мысал ретінде сол кісінің оқиғасын айтайын. Пайғамбар келген кезде тоқтаймыз, содан кейін айтайын. Енді 37 жасынан бастап осыны көре бастады ғой, 40 жасында 40 жас 6 ай болған кезінде, 40 жыл 6 ай болған кезінде, пайғамбар саллаллаху алейхи сол үңгірде отқан кезде Рамазан айы болатын. Сол кезде Құран аяты келген. Жибрил аминмен: "Иқра бисми раббикаллази халақа, халақал инсана мин алақа, иқра ва раббукал акрам, аллази аллама бил қалам, алламал инсана ма лам я'лам" деген Алақ сүресінің бірінші 5 аяты түскен. Осы оқиғаны осы жерден тоқтатамыз да, осы пайғамбарлық келгеннен ертең жалғастырамыз. Бірақ жаңағы жәннаттық әйелдер жайлы кішкене айта кетейін. Оқиғаны оқыңыздаршы барғаннан кейін. Өмірімізді өзгерту үшін пайғамбарлардың, сахабалардың, осы сахаби әйелдердің өмірлерін оқыңыздаршы. Фатима анамызға пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: "Ей Фатима, күйеуің Алидің разылығын алмай өліп кетсең, мен сенің жаназаңды оқымаймын" деген. Күйеуің разылығын алмай өлетін болсаң, мен сенің жаназаңды оқымайтын едім деген. Бір күні Фатима анамыз ауырып қалды дегенді естиді да, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйіне барады да есігін қағады. Бір рет қағады, екі рет қағады, үшінші рет қағады. Ешкім жауап бермегеннен кейін: "Ай Фатима жан, бұл әкең ғой" деп бұрылып кете береді. Шариғат бойынша не істеген білесіздер ма? Біреудің үйіне барасың ғой, тақылдатқан, 3 рет тақылдат, шықпады ма бұрылда кет. Бізде бүйтеді, бар тақылдатады, 1 рет, 2 рет, ешкім жоқ болса: "Айдар!" Одан кейін жақсы сөйлеу керек қой, намаз оқып, ұйықтап қалған ба мына шеш. Сөйтеді, "Айдар!" Оның спальнийінде біледі, жа дейді. Спальний: "Айдар?" Қақтан білесің, мүмкін біреумен күресіп отқан. Кетіп біз доказа кіреміз ғой ше. Шықса береді. Точно үйде мынау деп ше. Үйінде болса да ше, кет дейді. Неге? Өйткені оның көңіл күйі жоқ ше. Мүмкін қазір шықса, мүмкін саған дұрыс емес сөйлеп қоятын ше. Пайғамбар саллаллаху алейхи өзінің қызының үйіне кірмеген. Бұрылып кетіп бара жатқан кезде есікті ашады. Сол кезде бар ғой, білесіздер ме? Фатима анамыз жатқан жерінен есікке келіп ашқанша сол уақыт болған еді. Тұра алмайтындай ауырып қалған. Не үшін ауырған? Ол Али радиаллаху анхуға сөз берген. Тек Алидің қолынан ғана тамақ жеймін деп ше. Оның көршілері біз сияқты арақ-парақ сататын бизнесмендер емес қой тағы. Абу Бакр радиаллаху анху, мына жағында Омар радиаллаху анху, халал адамдар ғой, халал тамақ жейтін. Али радиаллаху анху сапарға шығып кеткен. 4-ші күн болу керек. Ана үйдегі тағам таусылған ғой. Ол не деген еді? Алидің тағамын жейді ғой, тек қана әкелген тағам. Ешкімнен тамақ сұрамай жата берген ғана ше. Не дейді? Адалдығыдан ол. Күйеуіне деген біздіңкілер барғаныңша будкада 37 мың қарсы тұрады. Өлеміз бен? Алды. Жаздыр, ол анау сен Каспийден аударғанынан бөліп 37 мың тақта тұрады. Кейін бар магазинде тексерсең, негізі ол жерде 17 мың. Ар жағын 20 мың аяқтар күртіма бір бәле алған ол. Бірақ мынаяқта да бұрыш береді да олар. Ешнәрсе алмайды деп қойды да. Міне, олар сол дәреже, сол адалдығымен сондай нәрсеге жеткен ше. Алла разы болсын, Алла екеуінен жақсылығын берсін.